Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді пиццериядағы пиццалардан еш айырмашылығы жоқ және ең бастысы ешқандай кетчуп, майонез қосылмайтын осындай пиццалардың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Барлық қоспалардың мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ең басты нәрсе бұл бізде пиццаның қамыры. Қамыр өте жұмсақ болу керек. Ол үшін алдымен жылы суға қант, тұз және құрғақ ашытқыны қосып, барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Және соңында електен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұн қосқан кезде барлық ұнды бірге салып жібермеңіздер. Қасықтап отырып, алдымен венчикпен араластырамыз және соңында ғана қолымызбен елейтін боламыз. Және біздің қамырымыз басында айтып кеткенде жұмсақ болу керек, яғни қолға жабысатын жұмсақ қамыр болады. Достар, менің каналыма жазылған болсаңыздар, бұған дейін бірнеше пиццаның жасалу жолымен бөліскен болатынмын. Бірақ дәл осы пиццаның қамыры және соусы ерекше және дәмді болып шығады. Сол үшін міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабысатын жұмсақ қамыр болды және соңында 2 ас қасықтай сұйық майды қосып, тағы да бір рет елеп жібереміз және осы қамырдың бетін жауып жылы жерге шамамен 1 сағатқа не болмаса 40 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта біздің қамырымыз үлкейіп, көлемін 2-3 есе үлкейтетін болады. Қамырымыз көтерілем дегенше соусын дайындайтын боламыз. Соусқа бізге тек қана қызанақ керек болады. Қызанақты тазалап жуып алғаннан кейін ыдысқа салып, осылай төменгі жағынан айқастыра кесіп алатын боламыз. Кейін оның үстіне ыстық су құйып, шамамен 5 минутқа қалдырамыз. Бұны істеп жатқан себебіміз, біз помидорды сыртқы қабығынан, яғни кожурасынан бөліп алуымыз керек. Бізге қабығы керек жоқ, тек ішкі мякоті ғана керек болады. 5 минут өткеннен кейін сүзгіштің көмегімен осылай сүзіп аламыз. Кейін қабығынан ажыратып, майды бөліктерге бөле отырып, блендерге салып, езіп аламыз. Блендермен езген кезде өте сұйық болып кетеді. Одан ешқандай да қорықпаңыздар. Алдағы уақытта біздің соусымыз қоюланып, дәмді болып шығатын болады. Достар, дәл осы жерде рекламная пауза болсын. Егер мен видеомды көріп отырған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда бұдан бөлек көптеген рецепттер сақталған. Кіріп, қарап, жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, комментарий бөлімінде өздеріңіздің отзывтарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Помидорды толық езіп алғаннан кейін оны сковородкаға салатын боламыз және әрі қарай отта қайнатамыз. Жарты шай қасықтай қант қосамыз және орегано деген приправа болады. Соны қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Менде ол приправа болмағандықтан оның орнына осындай базиликті қосамын. Базиликпен де дәмі өте керемет шығады. Осылай қосып араластырамыз және қайнататын боламыз. Қайнаған сайын біздің соусымыз одан сайын қоюлана беретін болады. Бастапқыда осылай орташа отта қайнатамыз, кейін баяу отта шамамен 20 минуттай қайнататын боламыз. Асты қатып қалмас үшін әрдайым осылай араластырып тұру керек. Соңында біздің соусымыз қоюланғаннан кейін оттан алып, толығымен суытатын боламыз. Салмасына мен бүгін осындай халал шұжықты және помидорды қолданатын боламын. Бір пиццаны шұжықпен, екіншісін помидормен жасаймын. Сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша кез келген начинка салсаңыздар болады. Мысалы, колбасаның орнына сосис те қоссаңыздар болады, не болмаса қияр және болгар бұрышын қосып та жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады.
Пиццаға сыр таңдаған кезде мен көбіне моцарелла сырын аламын. Бұл тез ериді және өте дәмді болып шығады. Сол үшін сіздерге де моцарелла алуға кеңес беремін. Егер моцарелла болмаған жағдайда оның орнына кәдімгі твердый дейді ғой, қатты сыр қолдансаңыздар да болады. Барлық салмасын осылай дайындап аламыз. Енді қамырына көшеміз. Қамырымыз бізде осылай әдемі болып көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр бізде өте жұмсақ. Сол үшін қолымызды алдымен суға батырып, теңге 2 бөлікке бөліп аламыз. Және біреуін пергаментке салып, қолымызбен форма шығаратын боламыз. Бұл жерде ешқандай да оқтауды, не болмаса ұнды қолданудың қажеті жоқ. Егер қолдарыңызға жабысып бара жатса, қолдарыңызды сулап алуды ұмытпаңыздар. Әрі қарай тура видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Қамырдың ортасынан бастап шетіне қарай қолымызбен осылай жая отырып, домалақ форма шығарып аламыз. Осылай форма шығарып алғаннан кейін ақырын ғана противенге орналастырып аламыз. Шет жақтары жабысып қалмауы керек. Осылай орналастырып алғаннан кейін біздің соусымызды теңде 2 бөлікке бөліп, жартысын осы пиццамыздың үстіне саламыз. Соустың үстіне майда теркадан өткізілген сырды орналастырып шығамыз. Сырдың көп болғаны жақсы, сол кезде пиццамыз өте дәмді болып шығады. Сырды толығымен орналастырып шыққаннан кейін оның үстіне помидорды қоямыз және қызып тұрған пеште 190 градуста шамамен 12-14 минут аралығында пісіріп аламыз. Екінші пиццаны да дәл солай дайындап аламыз. Алдымен қолымызбен қамырды жайып шығамыз. Үстіне соусты жағып, сыр және помидордың орнына шұжықты, яғни колбасаны орналастырып, дәл солай қызып тұрған пеште 190 градуста 12-14 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Бұл пицца менің және менің отбасымның ең сүйікті пиццаларының бірі, сол үшін мен өте жиі жасаймын. Дәмі тура пиццериядағы пиццаларға қатты ұқсайды және сіздерге де жасауға кеңес беремін. Балаларыңызға және отбасы мүшелеріне ұнайтынына сенімдімін. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің рецептім ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымда бұдан бөлек тәттілердің, көптеген тағамдардың және выпечкалардың рецепті бар. Кіріп жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, комментарий бөлімінде өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет және баршаңызға ас болсын.